білім алушылар, бүгінгі сабақ бойынша кезекші кім, топта кім бар, кім жоқ? Мақсат? Бүгін сабақта Мираж жоқ, сосын Владислав. Жақсы, отыра ғой. Үйге қандай тапсырма берілді балдар? Арсен, орныңыздан тұрып жауап береміз. Әлеуметтік миграция. Және үй тапсырмасы бойынша мынадай сауал. Миграция туралы не білесіңдер? Кім айтады? Айта ғой, Миграция белгілі бір жерден басқа мемлекетке қоныс аудару, мысалы жұмыс бабымен, оқу орнымен және де тағы басқа. Тапсырмасы бойынша мен мына әлемдік картаны қолдарыңызға беремін. Осы әлемдік картаны қазір 2-3 балаға беремін. Сол 2-3 бала өздеріңіз білесіздер, оқулықтағы мәтін бойынша Қазақстанға келіп кеткен ел азаматтары туралы дерек. Міне осы картаны ала отырып, міне тұрақты тұру үшін Қазақстаннан шетелге көшкен адамдар саны және тұрақты тұру үшін шетелден көшіп келгендер адамдар санымен бөліп жазасыңыздар. Бірінші тапсырманы мен Сабыржанға беремін. Пайдасымен зияны. Жақсы, отыра ғой. Қазақтардың алғашқы легі қандай келісімшарттар арқылы осы қоныс аударуға мүмкіндік алды? Әсіресе жастар. Қандай бағдарлама дедім? Кім жауап айта ғой? Сырт елдерге барып, басқа білімдерді алып, білімдер алып келу. Өзге елдерге барып білімін алу. Қандай бағдарлама дедім? Айта ғой. Құрметті білім алушылар, үй тапсырмасы бойынша мен мына әлемдік картаны қолдарыңызға беремін. Тұру үшін Қазақстанға шетелге көшіп келген адам саны. Ресейге 26.400.000 адам, Белоруссияға 305.000 адам, Канадаға 156.000 адам, ақш-қа 213.000 адам. Жақсы. Тұрақты тұру үшін Қазақстаннан шетелге көшіп кеткен адамдар. Қазақстанға шетелге көшіп келген адамдар Ресейден. Бұрын 3 балаға мынадай тапсырма берейін. Азамат саған берейін, Жандос. Мына жерден Сабыржанға берейін. Мына жерден Даниялға берейін. Ал Білім енемен қазандай. білім, бейне мен құдық қасандай. Жақсы, керемет. Жақсы, бөтен елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол. Үшінші тапсырмам кімде? Жандоста. Жақсы, Жандос. 7 жұрттың тілі бір, 7 түрлі ілім бір. 7 жұрттың тілі бір, 7 түрлі ілім бір. Сіздерге мақал-мәтелдерді құрауды бердім. Енді төмендегі мақал-мәтелдерді оқып мағынасын бізден мынадай мақал шықты. Енді осыған қатысты болжам. Енді қалай ойлайсыздар балдар? Бүгінгі сабақпенен осы мақал-мәтелдердің қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Миграция. Яғни зияткерлік миграция. Яғни өзге елге мәдени көшу пайдасы мен кәне. Олай болса, сонымен тақырыпты таптық. Олай болса, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, 29 сәуірде сабақтың тақырыбы зияткерлік миграция пайдасы мен қаупі, тілдік бағдар, ресми іс-қағаздар стилі, оның ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтап, тыңдалу материалы бойынша сұрақтар құрастыру және бағалау. Аудио үнтаспаға назар аударып, мәтінді мұқият тыңдаймыз. Қазіргі кезде көші-қонды туғызатын себептердің ішіндегі ең бастысы экономикалық себеп болып отыр. Қазақстанда болған экологиялық апат аймақтарына байланысты себепті де осы болады. Тұрақты тұрғылықты мекеннің көлік ауысуына байланысты қайтып оралмайтын көші-қон. Тым ұзақ мерзімге қоныс аударумен байланысты уақытша көші-қон. Екі көші-қон түріндегі сыртқы көші-қон. Ел ішіндегі қоныс аударумен байланысты ішкі көші-қон түрлеріне бөлінеді. Қазіргі қоғамда Қазақстан үшін ең маңызды мәселе көші-қон екені түсінікті. Мемлекетімізде байырғы кезде әртүрлі себептермен көшіп кеткен шетелдегі қазақтардың
еліне қайта оралуына жағдайлар жасалуда. Жақсылап тұрып тыңдады. Енді әрі қарай біз не істеуіміз керек балдар? Жұмыстарымыз керек. Жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Жаңа тыңдалым мәтінін білдік. Енді жазыңыздар. Зияткерлік миграция, соның ішінде белгілі бір себептерге байланысты басқа мемлекетке қоныс аудару. Саяси босқындар ағымын тудыратын соғыс қимылдары. Ал зияткерлік миграция жоғары білікті мамандарды үшін бағдарламалар ашу, елге тарту, яғни байдарағанда қазақша айтқанда ақылдың ағылуы дейміз. Яғни өзге елге оқу, білім. Сол туралы міне кезінде белгілі танымал қазақтың мәшһүр ұлы ғұламасы, данышпаны, энциклопедиясы Әбу-Насыр әл-Фараби былай деп айтқан: зияткер тұлға болу үшін қажетті талаптарды көрсеткен екен. Бірінші талап адамның жан тазалығы болу. Екінші талап бүкіл адамзатқа деген сүйіспеншілік, яғни махаббаттың болуы. Үшінші талап бұл білімге деген құлшыныстың болуы. Яғни суреттер сыры. Енді балалар бұл жерде қарай отырып, мына суреттерге қандай көші-қонның түрлерінде адамдар көшіп барады деп ойлайсыздар? Кім айтады ойын? Суретті сөйлетеміз. Кім сөйлейді? Мақсат. Бірінші суретте отбасымен басқа қалаға кетіп барады. Қандай көшуге жатады ол? Отбасымен басқа қалаға кетіп барады. Көшу. Ол ішкі көшу болуы да мүмкін, сыртқы көшу да болуы. Ішкі көшу дегеніміз жаңа айттым ғой, ауылдан қалаға, қаладан далаға, ауылға көшу. Ал сыртқы көшу енді бірінші суретке қарап сөйлеу. Мына суретте қандай сырды көріп тұрсың? Отбасымен басқа қалаға кетіп барады. Отбасымен басқа шетелге кетіп барады. Суреттің сыры неде? Қалай сөйлетеміз? Қандай көші-қонға жатады балдар? Белгілі себептермен, мысалға экологиялық жағдайға байланысты, табиғат апаттарына байланысты, мысалға соғыстарға байланысты, елде болып жатқан қақтығыстарға байланысты көшіп-қону. Жақсы, Үшінші суретте ол Қазақстан азаматы шетелге оқуға кетіп бара жатыр. Әрине ол Түркияға. Ол білімін жетілдіру үшін және өзінің терең білу үшін оқуға кетіп бара жатыр. Бұны қандай миграция дейміз? Мәдени миграция. Зияткерлік миграция. Жақсы. Жалпы балдар істеудің неше түрі бар? 5 түрі бар. Ғылыми, ресми, публицистикалық, көркем әдебиет, сосын ауызекі. Жақсы. Құжат. Дәлелдеу деген мағынаны білдіреді. Сіздердің негізгі құжаттарыңыз қандай балдар? Куә. Жалпы құжаттың қандай түрлерін білесіңдер? Өмірбаяны. Балалар, іс қағаздардың түрлері. Қандай іс қағаздардың түрлерін білеміз? Мектеп қабырғасынан да өттіңіздер. Өмірбаян, түйіндеме, арыз, өтініш, анықтама, талаптар, мінездеме, сенімхат, қызметтік хат, хаттама, одан кейін жеке іс парағы. Міне, адам өміріне қатысты іс қағаздың түрлері. Сонымен ресми іс қағаздарын толтыруды қашанда біз білуіміз керек. Бірінші сауаттылық жазу. Міне осыған қатысты, міне алдарыңыздағы берген бланкіні толтырып болдым дейді. Бірінші кімге бердім? Азамат, Азамат. Екінші бала дайын отырыңдар. Мен Бекболат Азамат Бекболат. Мен болашақ халықаралық бағдарлама бойынша Түркия жоғары оқу орнына түскім келеді. Қазақстан Республикасының азаматы Байдулла Мақсатешнезұлы. Мен болашақ халықаралық бағдарламасы бойынша Ұлыбританияға Оксфорд университетіне жоғары оқу орнының медициналық мамандығына оқуға жіберуіңізді сұраймын. Жақсы, сен өтінішің бойынша Ұлыбританияға оқуға жаздыңыз. Міне, яғни осындай құжаттарды біз қашанда не істеуіміз керек? Толтырып білуіміз керек. Жақсы, рахмет. Дәптерімізге жазып аламыз. Сабағымызды қорытындылай келе
мына рефлексиялық пирамида арқылы жауабымызды жасаймыз. Енді Сабыржан жұмыстанады, Алихан жұмыстанады және Жеңісбек жұмыстанады. Қалдар 3 минут уақыт ойланып, үй тапсырмасы бойынша әлемдік картаны толтырыңыздар. Білім алушылар, жаңа енді мен сіздерге жаңа сабақ бойынша тілдік бағдар бізде ресми іс қағаздар стилі болады. Соған қатысты тапсырмаларды орындауды сұраймын. Сіздерге мына әдейі мынадай бланкілер дайындап келді. Осы толтыруларыңыз сұралады. Ал кім дайын? Өткен тақырыпты қаншалықты меңгергеніңіз бойынша мен мынадай сауалдар дайындалып келдім. Және осы 5 қадам әдісі бойынша мына сауалдарға жауап беруіміз керек. Егер мен бірінші сұрақты қойған уақытында сіз жақсы жауап берсеңіз, онда 1 қадам жасайсыз. Міне 5 қадам. Екінші сұрақты жақсы жауап беріп жатсаңыз, әрі қарай қадам жасайсыз. Үшінші сұрақты жауап беріп жатсаңыз да солай. Сөйтіп ол 5 қадам деп аталады. Егер 5 қадам бойынша толық жауап берсеңіз, онда сіз бүгінгі сабақты 100% меңгердіңіз. Яғни 100 балдық көлемде мен баға қоямын. Ал егер сіз әрі қарай бұл сұрақты жауап беріп жүре алмасаңыз, жарты жолда не істейсіздер? Ойыннан шығып кетесіздер. Түсінікті ғой, ә? Жақсы. Алтыншы тақтаға кім өзінің бағын сынайды? Ал қазақ тілінде стильдің неше түрі бар? 5 түрі бар. Кеттік. Әрі қарай. Стильдің сол 5 түрі қандай түрлері бар? Ғылыми стиль, ресми іс қағаздар стиль, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стиль, ауызекі сөйлеу стиль. Керемет. Жақсы. Ал миграция дегеніміз не? Миграция дегеніміз көші-қону бір елден екінші елге көшіп бар. Сыртқы миграция дегеніміз не? Сыртқы миграция ол басқа мемлекеттен басқа елге көшіп баратын көші-қону. Яғни бір елден екінші елге көшіп қону. Жақсы. Ресми іс қағаздар тіліне жататын қандай құжаттың түрлерін білесің? Керемет. Төртеуден өттік. Қандай құжаттың түрлерін білесің? Жаңа айттым сабақта. Түрлері дедім. Жақсы, отырау. Төрт сұрақ жауап берді. Яғни 80. Болашақ бағдарламасымен кімдер кетіп жатыр? Жастар басқа жерге барып білім алып. Болашақ бағдарламасымен негізінен жастар. Мен 1 шағын, сен 2 шағын. Ал жақсы, кеттік әрі қарай. Ремиграция дегеніміз не? Ремиграция дегеніміз Ремиграция дегеніміз не? басқа елден көшіп кетіп, басқа елге қоныс аудару. Елге қайта оралу. Тағы 3-ші бала. Кім бағын сынайды? 5 қадам менен. Енді әрі қарай оқулықпен жұмыстанамыз. Алдарыңыздағы оқулықтан барлығыңызда 4-ші тапсырмаға мән беріңіздер. Графикалық диктант деп аталады. Осы графикалық диктант әдісімен алынған мәліметтердің мағынасына қарай сәйкестендіріңіздер. Түсінікті ма? Жақсы, жұмыстанамыз. Ал кім дайын? Кім дайын? Жақсы, керемет. Мадияр? Миграция, тұрақты түрде елге кетуі. Миграция, көші-қону. Енді бүгінгі сабағымызда кішкене ғана сергіту сәті. Жаңартылған білім заман талабы атты мына A3 қағазына өз ойларыңызды әрбір топ бойынша бөлініп жазыңыздар. Мынаны бірінші қатарға берем. Міне, мына жерге жинала қойыңыздар, орындарыңыздан тұрыңыздар, кішкене бойларыңызды жазыңыздар, жинала қойыңыздар және мына сауалға жауап беріңіздер. Сұрақ тақтада. Сергіту сәті.
Жақсы, қысылмаңыздар. Дамытылған білім заман талабы. Қазіргі кезде көптеген әлеуметтік желілер және басқа да пайдалы интернет қосымшалар бар. Солардың ішінде WhatsApp желісі арқылы біз көптеген жаттарды суреттермен бөлісе аламыз. Фотобанк арқылы өзіміздің оқып жатқан білім ортамызда шәкіртақымызды аламыз. Платонста сабақ кестесін журналды алатын мағанымызды қарауға болады. Ақылы жүйесі қазіргі заманда Платонс деген программа бар. Сол Платонс арқылы ол программа соттың ішінде күнделікті болатын сабақтарымызды, бағамызды қарап отыра аламыз. Заман талабынан қалмау үшін интернет арқылы қол жеткізіп жатырмыз. Бірақ оқулықты да ұмытып кетпеуіміз керек. Балалар, олай болса менің бүгінгі сабағым аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен сабағымды бағалап жіберейін. Мен міне жаңа өздеріңіз айтып отырған қазіргі заман талабына сай бағалау жүйесі. Яғни кімге жүрекше беремін, ол сабаққа өте жақсы қатынасты деген болады. Ал кімге мен кәдімгі телефонның жаңағы комментарийдің қазақшасы не? Пікір жазу бойынша тапсырмалар қолдарына мына нелерді ұстатсам жаңағы белгілерді. Яғни ол бала жақсы деген балға ие болады. Түсінікті ме? Ал жақсы. Бүгінгі сабақтағы белсенділік танытқаны үшін, яғни алғырлығы үшін, батылдығы үшін Сарыжанға беремін. Одан кейін белсенділік танытып жақсы жауап бергені үшін қазіргі заман талабы бойынша Бекзатқа беремін. Тапсырмасы бойынша ойын жеткізгені үшін Әлиханға, еркін ойлағаны үшін, ойын жеткізгені үшін Жандосқа, үй тапсырмасы бойынша да жаңағы графикалық диктант бойынша да жақсы жауап берген үшін Мадиярға. Енді қолдарыңыздағы қағаз бойынша кімде қандай баға алынды, соны маған айтасыздар. Мен Платонсқа бағаларымызды қоямын, және сол бойынша өздеріңіз көріп отырасыздар. 92 балл. Келесі бала. Тапсырмасы. Өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша зияткерлік миграция туралы ақпарат жинаңыздар. Жақсы. Осымен бүгінгі сіздермен ашық сабағым аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.